міне балалар осындай міне осындай ловушка грифферлерға арналған. Бұны сендер неден істесіңдер болады. Бұны сендер серверлерді істесіңдер болады. Анда лава құйылатын серверлерге міне үстіп ловушка болады. Өз фантазияларымен болса болады. Аясы оның вещилар керек десіңдер, терең қасып андай құлатып вещиларын албасыңдар болады. Қазір қалай істейтінін көрсетемін. Қазір қалай істейтінін көрсетемін. Міне мен шықпайсың мұншада. Шықтың ба? Қазір көрсетемін соң қалай істейтінін. Ең бірінші бүйтеді, қазір қараңдар. Осыны жәніне соға берейін. Міне ол үшін бұл ешқандай қиын механизм емес, бірақ бұл механизм бірақ қиын емес. Короче, 6 блок қазады бит жерге. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 блок қазасыңдар. Содан кейін тура осы жеріне сундық қоясыңдар. Сөйтіп мынаяқтан бит сындырасыңдар. Сындырасыңдар. Жан-жақты үсті сындырасыңдар. Сөйтіп міне үстесіңдер. Міне короче осы жерін істей берейік. Міне үстіп содан кейін міне істейсіңдер. Сөйтіп болды, тек мына жерді ашамыз болды. Содан кейін бір өздеріңе бір шығатын жер дайындайсыңдар. Әпесіне құлақпат осындай бір шығатын жер дайындайсыңдар. Мына шығатын жер, мынаяққа шығып кіретін жер. Сөйтіп мына жерге лава құясыңдар. Лава құясыңдар. Өздеріңіз су құясыңдар ма, или басқа нәрсе құясыңдар ма? Осындай достарын үсті алысыңдар болады қазір. Ал енді мына жерге анадай земля қоямыз, жер. Кешіңдер, мен қатып атыр. Міне үсіп қоямыз, содан кейін бізге ұзын трава керек. Міне обязательно бізге ұзын трава керек, высокая трава. Міне осы ұзын қоямыз. Міне тұры обязательно үстіп қою керек. Үстіп мына жерді бет ашып қоямыз. Міне үстіп тұрады осы жер. Ал енді мына төбесін песок қоямыз. Осындай песок. Ойбай, не қоймаппыз ғой. Ал енді міне содан кейін енді мына жерді сындып тастаймыз. Бағана қойған немізді жерді алып тастаймыз. Сол кезде песок құламайды. Міне қазір бұл осыны абайлап істеу керек. Әйтпесе песок құлап қалуы мүмкін. Міне қазір қараңдар. Міне қазір выживание тұрсын ба? Міне выживание қояды. Ашып қалады қазір нағарында. Ашып қалып құлап қалады. Міне көрдіңдер ме? Өліп қалады. Міне үсіп заттарын албасыңдар болады, терең қасыңдар болады. Міне бүгінгі осындай видеомыз. Достарына көрсетіңдер. Осы серверді жасаңдар. Достарын үсіп алдаңдар. Және өз фантазияларымен үсіп грифферді үсіп істеуге болады выживанияда. Бірақ бұны істеңіздер, осыны үй істейсіңдер. Бірақ сені приваттамайсыңдар. Сұндықты приваттамайсыңдар. Сөйтіп ол кез келген адам бет ашу мүмкін, ашады обязательно. Ішіне заттарына қызығып. Осындай ловушка. Короче, сау болыңдар достар.